Сәлем менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен әдеттегідей мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы жент жасайтын боламыз. Ол үшін біз сары майға қант қосамыз. Достар, мен сары майды алдын ала микроволновкадан ерітіп алдым. Негізі қантты майды ерітіп жатқан кезде де салуға болады. Енді араластырамыз. Қантын ерітіп аламыз. Қанттың мөлшерін өздеріңіз таңдайсыздар. Егер де тым тәтті жақсы көрсеңіздер, қантын көбірек салуға болады, немесе азырақ. Мінекей мен қантын жақсылап тұрып ерітіп алдым. Енді біз оның үстіне мейіз саламыз. Мейіз салу міндетті емес. Енді бұны да араластырамыз. Мінекей біздің майдан жасалған массамыз дайын. Енді біз оны талқанның үстіне құйып отырып жент жасаймыз. Негізі кез келген талқан ала беруге болады. Менікі тарының талқаны. Сіздер жүгерінікін де алсаңыздар болады, немесе бидайдікін де алсаңыздар да болады. Осылай шетінен құйып отырып, жент жасаймыз. Мінекей достар, лопатканы ысырып тастап, қолмен кірісіп кеттім. Білесіздер ме, талқан сондай құрғақ болғандықтан майдың бәрін сіңіріп алды. Дәмін деген жеткізу мүмкін емес. Жасап жатып, жеп жатым. Дәмі деген керемет. Осымен жентіміз дайын. Мен секілді еріккен болсаңыздар, осындай неше түрлі формада жасап, дастарханға қоя берсеңіздер болады. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де осы видеомен бөлісіп, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.